Assalamu alaikum dostlar. Bugün biz sizlerмен birge balık quvurатын bolamız. Bizben birge bolup, sizler de uyde dayandap görüңүздөр. Mineki bizge eң birinci balığımız gerek bolады. Qanday balık bolsa da bärabir. Men sudakты пайдаланып отырмын. Birinci balığımızды тазалап аламыз. Тазалаудың видеосын мен сілтемеге қалдырып кетем. Керек болса содан көрсеңіздер болады. Неке біз балығымыз таза, жуылған. Енді біз осыны кесіп жатырмыз. Бір кетіп кесіп жатырмыз. Неке осынан кесіп алдық. Енді жартысын өстіп кесетін боламыз екіге бөліп. Өйткені менде балықтарды қалың қылып кестім, дәу-дәу қылып. Маған осы ыңғайлы. Сол үшін арасынан бірлет өстіп бөлемін. Сонда балықтарымыз жақсы болып, қызарып пісетін болады. Мінекей біздің балықтарымыз дайын, кесіп дайындадық. Енді біз бұған үстіне тұз саламыз. Мариновать ететін боламыз. Үстіне тұз саламыз. Дәміне қарай өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Неке тұз салып жақсылап араластырдық балығымызды. Енді біз үстіне ұн салатын боламыз. Ол қызарып пісу үшін керек негізі. Балықтың суы шықпай қызарып дәмді болып пісу үшін керек болады. Неке дайын. Енді біз сұйық майды қыздырып алдық. Енді балықтарымызды қуырып жатырмыз. Мінекей. Кішкене өздеріңіз аз мөлшерде сұйық май құйып аласыздар. Қыздырып аласыздар. Содан кейін балықты салып, екі жағын әбден қызарғанша қуырып аласыздар. Мінекей балығымыз біздің пісті. Біз енді үстіне су құйып жатырмыз. Мінекей. Енді үстін жауып қоямыз. 15-20 минутта өзінің буында пісіріп алатын боламыз. Мінекей бетін жауып 15-20 минутқа қоямыз. Мінекей біздің балықтарымыз дайын, өте дәмді және де жұмсақ болып шығады. Сіздер де үйде жасап көріңіздер және біздің каналымызға тіркеліп